Мен Каспий өңірі болашақ колледжінің құқықтану мамандығының арнайы пән оқытушысы Ұзақбаева Дина Төлепбергенова. Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы азаматтық істерді сот талқылауына дайындау. Сабақтың жоспары: бірінші, азаматтық істерді сотта қарауға дайындау міндеттері; екінші, азаматтық істерді сотта қарауға дайындау мерзімдері; үшінші, істі сот талқылауына дайындауда судьяның іс-әрекеті. Азаматтық істерді сотта қарауға дайындау міндеттері: талап арыз соттың іс жүргізуіне қабылданғаннан және азаматтық іс қозғалғаннан кейін судья оны уақытылы және дұрыс шешу үшін істі сотта талқылауға дайындау жүргізеді. Судья істі сот талқылауына дайындау туралы ұйғарым шығарады және жасауға тиіс барлық әрекеттерді осы ұйғарымда көрсетеді. Әрбір іс бойынша міндетті болатын азаматтық істі сот талқылауына дайындаудың міндеттері: істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды нақтылау, яғни талап арызда көрсетілген барлық фактілерді, мән-жайларды осы дайындық сатысында нақтылайды. Сонымен қатар, әр тараптың өз талаптарын немесе қарсылықтарын негіздеу үшін ұсынылған дәлелдемелерді айқындау. Бұл дегеніміз, талапкердің немесе жауапкердің немесе үшінші тұлғалардың ұсынатын дәлелдемелері болса, осы дайындық сатысы барысында айқындайды. Және де іске қатысатын адамдардың құрамы туралы мәселені шешеді. Бұл іске қатысушы жауапкер мен талапкерден өзге қатысушыларды тарту керек па іске, соны айқындайды. Мысалға алатын болсақ, сарапшы, маман, аудармашы, куә деген сияқты сотқа қатысушыларды нақтылайды және басты сот талқылауына оларды шақырады. Сонымен қатар, басты сот талқылауының өтетін орны мен уақытын белгілейді және оны тараптарға хабарлауы тиіс. Және де тараптардың құқықтық қатынастарын және сот басшылыққа алуға тиісті заңдарды айқындайды. Бұл дегеніміз, мысалы, талап арыз қай бағытта қаралады, сол бағыт бойынша заңды басшылыққа алатын. Сонымен қатар, сотқа қатысты құқықтық қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құжаттарды ұсынады. Сонымен қатар, тараптардың татуластыруына жәрдемдесу болып табылады. Бұл дегеніміз, егерде тараптар дайындық сатысы барысында бір-бірімен ымыраға келіп татуласатын болса, соларға жәрдемдеседі. Екінші, істі сот талқылауына дайындаудың мерзімдері. Істі сот талқылауына дайындаудың өз мерзімдері болады. Бұл азаматтық істерді сот талқылауына дайындау, егер кодексте немесе басқа да заңдарда өзгеше белгіленбесе, талап қою арызы соттың іс жүргізуіне қабылданған күннен бастап 20 жұмыс күннен кешіктірілмей жүргізілуі тиіс. Ал алимент өндіріп алу, денсаулықтың зақымдануынан келтірілген зиянды өтеу туралы, сондай-ақ асыраушысынан айырылу жағдайына байланысты істерден басқа, аса күрделі істер бойынша айрықша жағдайларда және еңбек құқықтық қатынастарынан туындайтын талап арыздар бойынша істі сот талқылауына дайындау үшін берілген мерзім өткеннен кейін 1 айға ұзартуы мүмкін және ол туралы ұйғарым шығарады. Азаматтық процестік кодекстің 27 бабының 4 бөлігінде және 28 бабының 2 тармақшасында көзделген даулар бойынша азаматтық істерді сот талқылауына дайындау туралы іс жүргізуіне қабылданған күннен бастап 1 айдан кешіктірілмей дайындық сатысы жүргізілуі тиіс. Аса күрделі істер бойынша бұл мерзім судьяның ұйғарымы бойынша 1 ай қосымша ұзартылады. Істі сот талқылауына дайындау туралы мерзімін ұзарту туралы ұйғарым шығарылса, егерде оған шағым жасауға немесе прокурордың өтініш хаты бойынша қайта қарауға жатпайды. Үшінші, істі сот талқылауына дайындауда судьяның іс-әрекеті. Талап арызды қабылдаған күннен бастап 3 жұмыс күн ішінде жауапкерге немесе үшінші тұлғаға талап арыздың немесе талап арызға қоса берілген өзге де құжаттардың көшірмелерін немесе басқа да маңызды құжаттар болатын болса, олардың көшірмелерін табыс етуге немесе жіберуге міндетті болып саналады. Сондай-ақ жауапкерді дәлелдерді негіздейтін дәлелдемелерді қоса бере отырып, талап қоюшы мәлімдеген талаптарға жазбаша пікірі болатын болса, белгіленген мерзімде ұсынуға міндеттейді. Егер жауапкер немесе іске қатысатын басқа да тұлғалар сотқа талап қою арызына қоса берілген құжаттарды алмаған болса, онда сот процесі барысында олармен таныстыруды қамтамасыз етеді. Ал осы адамдардың тапсыру туралы өтініш хаты болған жағдайда талап қоюшыны көрсетілген құжатпен таныстырады. Яғни, үшінші тұлға немесе жауапкердің
тапсырған өтініш хаты немесе қарсылық білдіру сияқты өзге құжаттар болса, онда талап қоюшыға осы құжаттың көшірмелерімен таныстыруға міндетті болып саналады. Сонымен қатар тараптарға процестік құқықтар мен міндеттер түсіндіріледі. Яғни ұсынылған процестік құжаттар және тараптардың өзара даулайтын мән-жайлар бойынша түсіндірмелер беруді ұсынады. Тараптарға дауды татуласу келісімімен немесе дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісіммен немесе дауды партисипативтік рәсім бойынша реттеу туралы келісіммен шешуге немесе дауды шешу үшін төрелікке немесе Астана халықаралық қаржы орталығының сотына жүгінуге құқығы бар екенін және олардың құқықтық салдарын түсіндіреді. Талап қоюшыдан ол мәлімдеген талаптардың мәні бойынша жауап алады. Одан ол даулап отырған фактілерді, жауапкердің тарапынан болатын ықтимал қарсылықтарды анықтайды. Егер бұл қажет болса, қосымша дәлелдемелерді беруді ұсынады. Тараптарға олардың процестік құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді және егер тараптар арасында сотқа дейінгі реттеу тәртібімен партисипативтік рәсім жүргізілген жағдайда тарапты оны жүргізу барысында алынған құжаттарды немесе дәлелдемелерді ұсынуға міндеттейді. Істі дұрыс әрі уақытылы қарау және шешу үшін өзге де қажетті процестік әрекеттерді судья жасайды. Бекіту сұрақтары. Судья істі сот талқылауына дайындау туралы қандай нормативті құжат шығарады? Екінші, талап қою арызы соттың іс жүргізуіне қабылданған күннен бастап неше күн ішінде дайындауды өткізеді? Үшінші, сот отырысының орны мен уақыты қашан хабарланады? Төртінші, егер тараптар сот талқылауына дайындау сатысында татуласса, судья қандай ұйғарым шығарады? Үй тапсырмасы. Азаматтық істерді сот талқылауына дайындау туралы ұйғарым жазу. Назарларыңызға рахмет.